әр округта енді Сағыз, Мұқыр, Миялда жұмыстар жүріп жатыр жол бойынша. Кейбір жерде кешенді жерлер бар әлі. Сіздің өздеріңіз оған дейін естіп жүрсіздер. Ол мердігерлерге де байланысты және бюджетке қаржы алуға байланысты. Оның үшін республикалық бюджеттен келетін бізде қаржы бар. Мысалы, осы Миялдағы қазір жолымыздың кейбір жерлерде тоқтап жатқан себебі республикалық бюджеттен миллиард 400 қаражат бөлу керек, бірақ бүгінгі таңға дейін әлі бөлінген жоқ. Сондықтан тұр. Жұмыс бюджет болмасын дедік, оны не себептен тұрып қалып жатыр деген сияқты. Қазір ол қаражат уақытында келетін болса, бұл жұмысты да біз уақытында бар күштерді салатын едік. Осындай нәрселер бар, бірақ дегенмен жол жасап жатыр. Қазір Қарабауда, Жастайрақта осы 4 ауылда қазір жұмыстар басталып кетіп жатыр. Ішкі жолда. Енді одан басқа бізде тағы дайын тұрған қазір жобаларымыз бар. Тасшағыл бар, Абай бар деген сияқты. Оларды да келесі жылы, осы жылы біз қазір конкурсын шығарып, мердігердің аяғында келесі жылы ол жұмыстарға өсеміз. Яғни әр округта жол мәселесі шешілу үшін сол жұмыстар бастап кетіп жатыр. Құрметті, осы жол жөнінде бір сұрағым бар еді сізге. Енді өзіңіз білесіз, мен осы жөнінде осыдан 2 жыл бұрын бекен мәселе көтеріп, облыс әкіміне жаздым, Қайрат Нұртаевқа да кірдім, азаматтармен. Енді бір мәселе, сіз сол мезгілде көтерілмей жатқан нәрсе қазір істеліп жатыр, әсіресе Шұбарши жолы. Енді біздің Миялы, Орал және Ақтөбе, Атыраудың қақ-ортасында тұрмыз. Енді халықтың тағы бір өтініші бар еді. Ол енді болашақта енді мына Шұбаршиге салған сияқты, мына жерден Жангелді мен Қызылтудың тұсынан Аққозыға жол тарту. Әр жағында емінде грейдер бар, әр жағына асфальтқа шығып кетеді. Соған енді екі облыстың басшылары келіссе, соған салса, дегенсен енді мына Тасшағыл менің Қарабауымнан тұсында жақын, бірақ ол жер соры көп, ол жерден көпір көп салу керек. Сондықтан мына Қызылту мен Жангелді тұсына қырлықпен барады да, ешқандай жол салуға көп кедергі жоқ. Сол Аққозыға шығып кетеді. Соған енді бір көмегіңіз тисе, соған енді шешіп кетсеңіз, сонда біздің Атырау, біздің Миялы барлығымен де тікелей шығып кетеді. Көбінің балдары оқып жатыр дегендей, бәрі Оралдан жаңағыдай арзаннан табар әкелгісі келеді кәсіпкерлеріміз. Сонда сол жағына бір көмек. Ол мәселеде мен жоспарымда бар. Облыс әкіміне ұсыныс ретінде айттым. Облыс әкімі жалпы қолдап отыр. Енді қазір облыс әкімінің өзі екі облыстың әкімдеріне хат жолдап жатырмыз. Ақтөбе облысына Шұбаршыдан ары қарай көтеру мәселесін. Сосын біздің Аққозыға дейін салуға дайынбыз. Яғни сіздердің прогноздарыңызды ары қарай сіздер салуға дайынсыздар ма деген мақсатта сондай хаттар жолдап жатырмыз. Екі облыстың әкіміне біздің облыс әкімі қолымен. Бұл себебі біз Аққозыға жасап қойып, ар жағында тағы жол болмаса, зая кеткен қаражатпен бірдей уақыт есептейміз. Дұрыс. Ол себебі үлкен қаражатта талап ететін жобалар бар. Сондықтан соны екі жақты нақты келісіп барып тұрып, сол жұмысты бастаймыз деген жалпы біздің өзіміз. Егер олай жарайтын болсаңыздар, жаңағы Оралдан шыққан Шеризе ендіре айналып келу, Қарабау көп жолға өте ыңғайлы ғой, Қаратөбеден шығады. Сондықтан оны мен айттым, біздің жоспарымызда бар. Жақсы, рахмет. Екі жақты облыстың келісе отырып жасалатын жұмыстар. Сол. Рахмет. Спорт кешендерін